Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін сіздерге қоян мен кірпі туралы қызықты да тағылымды ертегі айтып беремін. Ыңғайланып отырып мұқият тыңдаңыздар. Ертеде жасыл желекке толы қалың орманда өте шапшаң, бірақ сәл мақтаншақ қоян өмір сүріпті. Қоян күн сайын орман ішінде жүгіріп, секіріп, өзінің жылдамдығына қатты риза болып жүретін екен. Ал сол орманда кішкентай ғана тікенекті кірпі тұрыпты. Кірпі асықпай жүретін, бірақ әр ісін ойланып жасайтын ақылды жануар екен. Бір күні қоян орман алаңына жиналған жануарларға қарап: "Мен ормандағы ең жылдам жануармын. Менен озып көретін біреу бар ма?" депті. Жануарлар үндемей қалыпты. Сол кезде кірпі алға шығып: "Жылдамдық жақсы, қоян. Бірақ ақыл мен сабыр одан да маңызды" деп жауап беріпті. Қоян күліп жіберіп: "Онда жарысайық. Кім бірінші мәреге жетсе, сол жеңеді" дейді. Жарыс басталғанда қоян бірден алға шығып көзден ғайып болыпты. Қоян ішінен: "Кірпі маған ешқашан жете алмайды" деп ойлапты. Сол оймен қоян жол ортасында тоқтап, ағаштың көлеңкесіне жатып демалып алмақ болады. Ал кірпі болса тоқтамай, асықпай, бір қалыпты жүре беріпті. Ол әр қадамын нық басып мақсатына қарай жылжи береді. Күн еңкейе бастағанда кірпі мәреге жетіп, тыныш қана күтіп тұрады. Бір сәттен кейін қоян жүгіріп келеді. Бірақ бәрі кеш еді. Кірпі әлдеқашан жетіп қойған болатын. Қоян басын төмен салып: "Мен өзіме тым қатты сеніппін" деп ұялыпты. Кірпі жай ғана күлімсіреп: "Жылдамдық бәрі емес. Ең бастысы тоқтамау" дейді. Содан бері қоян мақтануды қойыпты. Ал орман тұрғындары мына сөзді ешқашан ұмытпайтын болыпты. Ақыл мен сабыр кез келген істе жеңіске жеткізеді.